Сәлематсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Шарал ауылы Әбдірсағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ішкі миграция. Оқу мақсаттары. Мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни баға беру. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау. Сабақтың мақсаттары. Барлық оқушылар мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастырады. Оқушылардың басым бөлігі жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөледі, ойын дұрыс жүйелеп жеткізеді. Кейбір оқушылар жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөледі, ойын дұрыс жүйелеп жеткізеді, логикалық және стильдік түзетулер енгізеді, редакциялайды. 3 топқа бөлінеміз: эмиграция, иммиграция, реэмиграция. Әр топ өз топтарының атына түсінік береді. Өте жақсы балалар. Ой түрткі сұрақтары. Халықтың қоныс аударуының қандай себептерін білесіңдер? Соңғы жылдары елімізде ішкі миграцияны жүзеге асыруда қандай бағдарламалар қабылданды? Жарайсыңдар балалар. Қазақстан Республикасында ел ішіндегі халықтың көші-қон белсенділігі жыл өткен сайын қарқын алып келеді. Республикада соңғы 5 жылда ішкі мигранттардың саны 2012 жылы 337,8 мың адамнан 2016 жылы 600,7 мың адамға дейін артып, оның ішінде өңіраралық көші-қонға 294 мың адам, өңірлік көші-қонға 316,7 мың адам қатысқаны байқалады. Көші-қон туралы шешім қабылдауға әсер ететін негізгі фактор экономикалық болып табылады. Адамдар жоғары жалақы мен жақсы өмір сүру жағдайларын іздеу мақсатында көшіп қонады. Халықтың көшіп кетуінің ең көп үлесі елдің оңтүстік өңірлеріне тиесілі. Халық келетін негізгі өңірлер Алматы және Астана қалалары, Алматы облысы, Маңғыстау және Қарағанды облыстары болып табылады. Ішкі көші-қондағы басым нысан ауылдық өңірлерден қалаларға қоныс аудару болып отыр. Бұл бір жағынан елдің урбандалу процесіне ықпал етеді. Басқа жағынан қалаларға стихиялық көшіп қону жағымсыз әсерлермен толығуда. Көшіп келген ауылдық тұрғындардың біліктілігі көп жағдайда өте төмен және еңбек нарығының талаптарына сәйкес келмейді. Бұл жұмыссыздық пен заңсыз жұмыспен қамтылуға алып келеді. Қалалар мен қала маңының жүйесіз өсуі экологиялық, көліктік, баспана және әлеуметтік проблемалардың ушығуына әкеледі. Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөнінде іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі 602 қаулысын бекітті. Оқу мақсатына негізделген тапсырмаларды орындайық.
Бірінші тапсырма. Оқылым мәтініндегі негізгі ойды анықтап, берілген мәліметтерді өңдеп толықтырыңдар. Дескрипторы мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, мәліметтерді толықтырады. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма топтық жұмыс. Бірінші топқа тапсырма өлеңді негізге алып, ауылдан қалаға жаппай көшу процесінің ел экономикасына әсері туралы сөз талас өткізіңдер. Дескрипторы мәтіннің мазмұнын ашады, көшудің ел экономикасына әсері туралы пікір білдіреді. Өте жақсы, балалар. Екінші топ тапсырмасы. Кімді қазіргі заманның шешені деп санайсыңдар? Сол тұлғаның бойындағы шешенге тән қасиеттерді графиктік мәтінге топтастырып, 4-5 сөйлеммен тұжырым жасаңдар. Дескрипторы қазіргі заманғы шешендерді атайды, шешенге тән қасиеттерді графиктік мәтінге топтастырады. Үшінші топ тапсырмасы. Ішкі миграция мәселесіне қатысты толтырылатын іс-қағаздардың үлгілерін тауып жазыңдар. Миграция мәселесіне қатысты іс-қағаз үлгісін жазады. Жарайсыңдар, балалар. Үшінші тапсырма. Оқулықтағы мәтінді оқып, шешендік даудың қай түрі екенін анықтаңдар. Тақырыбы Қазыбектің ат дауын шешуі. Шешендік сөз қандай жағдайда туған? Шешендік сөздің көтерген тақырыбы. Шешендік сөздің тәрбиелік мәні. Дескрипторы шешендік сөзді талдайды, тәрбиелік мәнін ашады. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақта біз оқылым материалдарымен таныса отырып, бірқатар түзетулер енгізіп, өз пікірімізді білдірдік. Ішкі миграция ақпараттарымен таныстық, себептерін анықтадық. Үйге тапсырма. Ішкі миграция қоғам өмірінің айнасы тақырыбында статистикалық деректердің көмегімен өзіндік тұжырым жазыңдар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.